Сәлем, біз бүгін қазақтық ұлттық тағамдарының бірі қимай жасаймыз. Қимайда қазы сияқты ішекке тығылады, бірақ қимайды сиырдың тоқ ішегіне тығылады. Мынау бізде тоқ ішек, оның әбден тексеріп бездерін алып алдық әуелі. Енді қазір су құйып, дұзбен үйкелеп, тазалап тұрып жууымыз керек. Дұз ішектің жағымсыз иістерін, тағы да басқа лас нәрселердің бәрін алатын болады. Міне ішегімізді 3-4 рет тұзды сумен жуып алдық. Енді ішекті айналдырып жатырмыз. Ішкі бетін сыртқа шығарып, ішкі бетінде тазалап жуамыз. Ішекті айналдыру онша қатты көп қиыншылық тудырмайды. Мен көріп тұрғаныңыздай ішек айналып жатыр, сыртқы бетін. Енді ішкі бетін жақсылап міне осылай дұзбен салып, жақсылап кәдімгідей қолыңызға күш салып тұрып ыссаңыз, кәдімгідей ішек тазара бастайды. Және де осылайынан тазарғанша жасаймыз. Тұзды суды құйып, тұзды сумен суды құйып, сумен тазалап жуып, төгіп, қайтадан сөйтіп басынан бастап дұз салып сөйтіп жуамыз. Міне ішегіміздің ішкі бетінде жуып алдық. Енді ішекті қайтадан бағанағы сыртқы бетіне айналдырамыз. Міне ол айналдыруда қиын болған жоқ. Мінекей осылай айналдырамыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Қимайға сиырдың таңдаулы етін салады. Көрдіңіздер ғой, мякоть дейміз ғой. Шандыры жоқ, сүйегі жоқ, ондай қатты майы да жоқ, таңдаулы етті саламыз да, және осылай бөлшектерге ыңғайлап осылай кесіп аламыз. Ішекке тығуға ыңғайлы болу керек. Енді салмамызды мариновать етеміз. Ол үшін осылай тұзымызды саламыз, ысқылап тұзды сіңіріп, енді тұз тимей қалған жерлерге қосымша тұз саламыз. Мына жерде түйір бұрышы және лавр жапырағы, бір бас чеснокты солай теркадан өткізіп, майда теркадан жақсылап үйкелеп, бағанағы бұрышы да, лавр жапырағы да, чесногі да, тұзы да сіңетіндей қылып жақсылап үйкелейміз. Бағана қара түйір бұрышын қостық. Енді міне ұнтақ қызыл бұрышын салып, оны да үйкелеп, әбден мариновать етеміз. Етімізді жарты сағатқа қойып қойдық, тұзы бұрышы сіңгенше. Мына тоқ ішегіміздің бір қаптан өйстіп зубочисткамен түйреп аламыз. Кейін ол жерді жақсылап жіппен байлайтын боламыз. Міне көргендеріңіздей етінде, майын да көріп тұрғаныңыздай ішекке айналдыру қиынға соққан жоқ. Осылайынан дым қиналмай ішекке айналдыра бересіздер. Өркештің майында өте жұқа қылып кестік. Бұл жерде ет 70%, май 30% болу керек. Өйткені тоқ ішектің өзі де майлы. Бірақ та ішіне қосқан өркеш май бізде әбден тұздалып, сүрленіп тұрған май, сондықтан ол жүрекке тимеу керек. Осылай аяғына дейін барлық ішегімізді салып болдық. Енді екі жағын жақсылап жіппен байлаймыз. Менде осында екі үлкен қимай шықты. Жақсылап жіппен байлап қимайымызды, және де осылай қимайдың сыртынан да тұз сеуіп, жақсылап тұздаймыз. Өйткені сыртындағы майға да тұз сіңуі керек. Бір түн осылай қоямыз. Қимайымыздың тұрғанына 10 сағат болыпты. Қарасаңыздар, кәдімгідей майы да сарғайып, астында су да бөлініп шығыпты. Ол дегеніміз етіміздегі артық суымыз шығып, сүрленуге дайындалып жатыр деген сөз. Енді қимайымызды далаға, салқын жерге ілеміз. Бұйырса сол жерде бір айдай тұрады сүрленіп. Және де осы қимай дайын болған кезде мен сіздерге ет асып, видео саламын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.